сіздерде математикалық сауаттылықта кездесетін есептердің бірі, яғни өрнекті ықшамдау. Бізде күнделікті математикада кез келген 3 санның қосындысын алайық. Мысалға 20 санын 3 рет қосу үшін біз қосылғыштардың барлығы бір-біріне ұқсас болғандықтан 3 еселеп 20-ға көбейтіп, оның мәнін біз 60 екендігін оңай табамыз. Дәл сол сияқты бізде дәрежелік негіздегі сандар берілген кезде, яғни 9-ның 10 дәрежесінің қосындысы беріліп тұр. Бұны біз шығару үшін, олар қосылғыштардың негіздері бірдей болғандықтан, біз оларды алдымен 3 еселейміз. 3 көбейтілген 9-ның 10 дәрежесі деп аламыз. Біздер көбейту уақытында дәрежелік көрсеткіштегі есептердің шығару үшін бізге негіздері ұқсас болған тиімді. Сол үшін біздер 9-ды 3-тің квадраты деп аламыз. Яғни 3-ті квадраттасақ 9 шығады. 3-тің квадратының 10 дәрежесі. Нәтижесінде 3-ті қайтадан жазамыз. Біздер дәрежелер бір-біріне көбейтіліп кетеді. Яғни 3 көбейтілген 2-ні 10-ға көбейтсек, дәрежесі 20-ға тең. Негіздері бірдей болған уақытта дәрежелік көрсеткіштер бір-біріне қосылады. Бізде 3-тің 1 дәрежесі бар. Сонда 3-тің 21 дәрежесі тең. Есептің жауабы Д жауабы. Математикалық сауаттылықта сонымен қатар осындай заңдылық есептер кездеседі. Осы заңдылық есептердің біз орындалу барысын анықтаймыз. Яғни бізде белгілі бір сандар беріліп тұр. 5, 17, 53, 161. Яғни 161-ден кейінгі санды анықтаңыз деп тұр. Біз заңдылыққа тоқталайық. Заңдылық бізде 5-ті көбейтеміз 3-ке, қосылған 2-ге, нәтижесінде 17-ге тең. Әрі қарай дәл осы заңдылықпен орындасақ, 17-ні көбейтеміз 3-ке, қосамыз 2-ге, нәтижесі 53-ке тең. Дәл сол сияқты 53-ті 3-ке көбейтесіз, 2-ні қосқанда 161-ге тең. Келесі реттілік бізде 161-ді 3-ке көбейтіп, 2-ні қосқанда нәтижесі 485-ге тең. Дәл осы реттілікпен заңдылық анықталады.